Сәлем достар! Әжемнің асханасына қош келдіңіздер. Менің атым Айлина, ал бүгінгі біздің даярлайтын тағамымыз ас атасы нан демекші. Бүгін біз үй жағдайында дайындалатын нан жасаймыз. Ал егер де осы видео ұнаса, онда лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасаңыздар. Ал ендеше кетті. Бізге керекті заттар: жылы сүт 500 мл, 1 шай қасық тұз, ерітілген 100 грамм сары май немесе маргарин, және 1 шай қасық дайындалған дрожж, 600 грамм ұн. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бірінші біз тұз саламыз. Енді ерітілген май. Содан кейін дрожж. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ал ендігі кезек 500 мл сүтімізді, жылы сүтімізді құямыз. Қамырымызды жұмсақ қылып илеп, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Енді ашыған қамырымызды 4-ке бөлеміз. 4 бөлікке бөліп, зуала жасап демалдырамыз. Ыдысымызды майлап аламыз, сосын нанымызды саламыз. Тескішпен тесеміз.